Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қамыры өте жұмсақ және бірінші жасағаннан шығатын пицца әзірлейтін боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және жаңа видео рецепттерді жіберіп алмаңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Су ыстықта, салқында болмауы қажет. Одан кейін дрожжымызды салып, екеуін бірге араластырамыз. Мен бұл қамырға жұмыртқа да сүт те қосқан жоқпын. Үйде бар заттармен бірге пицца жасаймыз. Екеуін араластырып болғаннан кейін 2 ас қасық қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық май немесе зәйтүн майын құйсаңыздар да болады. Араластырып аламыз. Одан кейін шым-шым тұз саламыз. Келесі кезек бізде ұнда. Ұнды мен міндетті түрде електен өткізіп аламын. Сол кезде қамырым өте жұмсақ, қатып қалмайды. Сіздерге де осылай істеуге кеңес беремін. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай ұнның мен 85%-ын ғана салдым. Қалғанын бөліп саламыз. Әзірше осыны қасықпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін қалған ұнды да салып, қамыр илейміз. Қамырымыз осындай массада болуы қажет. Көбірек ұн салып жібермеңіздер. Сол кезде қамырыңыз қатып қалуы мүмкін. Енді бетін пленкамен жауып, 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Мен салмасына помидор, колбаса және қияр қосамын. Әрқайсысын осылай дөңгелектеп шығамын. Қияр қоспая қойсаңыздар да болады. Әркім үйінде не бар, соны қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Немесе колбасаның өзін де қоссаңыздар болады. Салмаларымыз дайын. 30 минут өткеннен кейін қамырымыз дәл осындай қалыпта болады. Қатты көтеріліп қажет емес. Қолымызға майымызды жағып аламыз. Ұнмен илемеңіздер. Осындай қалыпта қамырымызды алып, табамызға саламыз. Сіздерде таба қандай болуына байланысты, бұл қамырды сіздер 4-ке немесе 3-ке бөлсеңіздер де болады. Менің табам шамалы үлкендеу, сондықтан да 2-ге бөліп саламын. Қолымыздың көмегімен осылай илейміз. Оқтаумен де илесеңіздер болады. Келесі бетіне салатын қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін мен кетчуп және майонезді бірге араластырамын. Енді қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Маған осы қоспамен істеген қатты ұнайды. Сіздер майонездің өзі немесе кетчуптың өзін ғана жақсаңыздар да болады. Одан кейін вилкамен тесіп шығуды ұмытпаңыздар. Сол кезде қамырымыз көтеріліп кетпейді. Одан кейін салмаларын саламыз. Әркім өзіне қалай ұнайды, солай салады. Помидордың өзін ғана, колбасаның өзін ғана салсаңыздар болады. Енді пиццамызды 200-250 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын. Бетіне сырды үккіштен өткізіп шығамын. Үлкен жағынан да, кіші жағынан да өткізсеңіздер болады. Бетіне сырды сепкеннен кейін қайтадан 5 минутқа пешке салып алыңыздар. Сол кезде сырыңыз еріп, өте дәмді болып шығады. Мінекей пиццамыз дайын, ас болсын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.